Кайрат Бисетаев, я перед вами извиняюсь за нелицеприятное поведение моего коллеги. Бізде просто қазақта мақал бар да, аузы қисық болса да байдың баласы сөйлесін дейді. Сондықтан кешірім сұраймын, вот ол диагноз. Я за него извиняюсь. Тағы да мына халқымыз... Алмазбек, это за кого ты извиняешься сейчас? За кого извиняешься? Скажи. О, за тебя извиняюсь. За меня? За что ты извиняешься? Ну, за твое нелицеприятное поведение. У меня нормальное поведение. За меня не надо. Следи за собой лучше, понятно тебе? За собой следи. За собой следи, еще раз тебе говорю. Диагноз здесь. Ренжімеңіз, сөз мәнісін білмеген, ел мәнісін білмейді. Ел мәнісін білмеген, жер мәнісін білмейді. Жер мәнісін білмеген, ер мәнісін білмейді. Ер мәнісін білмеген, бар мәнісін білмейді. Бар мәнісін білмеген, мал мәнісін білмейді. Мал мәнісін білмеген, ал мәнісін білмейді. Ал мәнісін білмеген, бер мәнісін білмейді. Бер мәнісін білмеген, не мәнісін біледі? Сондықтан барлықтарыңызға рахмет. Амандықта болайық, рахмет сауалыңызда. Амандықта болайық, рахмет сауалыңызда. Амандықта болайық, рахмет сауалыңызда. Чего не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да?